еңбекпен жете білген арманына, аузынан тастамайтын Алланы да, ассалаумағалейкум сәлем бердім отырған жақсыларым салдамына. Бұл сіздерде керемет жаңалық көп, оңдаған екен сіздер шаруаны да. Көзім жетті азаттай әкіміңнің әлия ғимараттар салғанына. Ауданды құлпыртсам деп барын салған бір қошемет етіңдер балдарыңа. Әкімдерің марапат беріп жатыр, намысын түсірмеген нарларыма. Осындағы отырған жақсыларым, мың шүкір етейінші барларыңа. Әкім мен депутаттар қоштаған соң бізде шығып отырмыз алдарыңа. Қазақтың төленерін дәріптеген Азаттың мың рахмет ауданына. Туфлиінің өкшесін тықылдатып, көйлегінің түймесін шықырлатып, қасыма Нұрзат қару келген екен, мұнымен жүп болғаным шүкір бақыт. Ағайын нестер едім айтыңдаршы, жансая мен жүптаса зыпылдатып. Ол қайта мұхтар менен айтыспақшы, тапалдың қол аяғын тыпырлатып. Өзіме Нұрзат қару жағып отыр, сүйегін отырса да сықырлатып. Айтысқа қыздар менен шыққан сайын тәттіге теңеушедім бытырлатып. Қазалыда туылған тәтті арудың екі көзін отқан ай жыпылдатып. Теңейін қазалының кәмпейтіне қыздар шайын бергенде сүтін қатып. Әуелі бұл кәмпейттің бұрап-бұрап күлеңкісін ашайын шытырлатып. Бірден салып жібермей азу түске бір-екі рет сорайын шыпылдатып. Жайлап-жайлап жібітіп алайын да, шайнап-шайнап жұтайын қатырлатып ай. Бағындырсам деп жүрген биіктерді, сағындырсам деп жүрген сүйіктелді. Нұрзаттың қуанышын бөлісейін, алашқа алтын басын иіп келді. Осы жылы сүйгенін жолықтырып, осы жолы күйеуге тиіп келді. Әлі ыстық суығы басылған жоқ, отына махаббаттың күйіп келді. Ақбоз үйдің ішінен көріп жүр ғой, ақбоз атта жүретін киіп керді. Қол соғып құтты болсын айтыңыздар, суы да сүттей болып ұйып келді. Қалай риза болмайсың мына қызға, ойын күлкі дегенді тыйып келді. Елдің бата тілегін алайын деп, жардың ыстық құшағын қиып келді. Ағайын тана көзін сүзіпті ғой, бір кезде бұқашыбын үзіпті ғой. Қашан көрсем сіресіп жүрушедің, ақыры алақаның қызыпты ғой. Күйеуің бірге оқыған кластасың, махаббат айдынында жүзіпті ғой. Нұрзатжан сен 30-да, ол 30-да, қоса қалсаң 60 санын түзіпті ғой. Ал енді бұл ауданға 60 жыл ғой, өткенін тарих қылып тізіпті ғой.
Күйеуің не болса да пысық екен, жоспарды ауданға сай сызыпты ғой. 30-да орда бұзып жатпаса да, әйтеуір бір нәрсені бұзыпты ғой. Гүлеккен көгіліңнің көктеміне, ораған сезімінің шекпеніне, жігітің сені жалғыз жіберіп та Ордабасы тауының бөктеріне. Бірге жүрген едіңдер балайында, тіпті Түркияға да ертпеді ме? Жерорта теңізіне шомылдырып ерекше саған құрмет етпеді ме? Сенімен келетұғын жөнеді ғой, сәлем беріп осы елдің бектеріне. Күш атасы Қажымұқан атамыздың басына Құран оқып кетпеді ме? Түркияны шарлаған күйеуіңнің темірланға аяғы жетпеді ме? Екі рет айтысқанбыз біз кезінде, келбетің тұр ағаңның тұз көзінде. Егерде қыз келіншек дамы болса, нұрланды теңейді ғой тұз көзірге. Ал енді кезегіңді мен берейін, жолығып қалыппыз ау күз кезінде. Нұрзатта не өзгеріс болып жатыр, бәрі жақсы дейді ғой қыз кезінде. Маған қазған орыңыз құс секілді. Қытырлатып шайнаймын деп қоясыз, бұл Нұрзат ери салар мұз секілді. Одан кейін күйеуіме шүйліктіңіз, көкірегіңіз шерменен сыз секілді. 30-дан неке қиып отау құрсақ, ол бабалар қалдырған іс секілді. Орда бұзып жатқан жоқ күйеуіміз, бір емес берем оған 100 кепілді. Орда салып жатыр ол керісінше, жаңа тіккен отауға біз секілді. Сондықтан да бір нәрсе бұзыпты деп аңдымаңыз өсекші қыз секілді. Күйеуіміз бір нәрсе бұзатындай, бұзылған жан емес ол сіз секілді. Білмеймін жандыңыз ба, сөндіңіз бе, білмеймін жеңілдің бе, жеңдіңіз бе. Күйеуім осы жолы келе алмады, білмеймін сенбедің бе, сендіңіз бе. Бұйырса болашақта келеді ғой, қайтесіз қарсы қойып елді бізге. Ол келмесе бұл жақта сіз барсыз ғой, Қажымұқандай дәріптейтін ерді бізге. Қажымұқан өз атаңыз емес педі, осы жағын ойланып көрдіңіз бе? Өзің-ақ осы жерде оқи салсаң, ешқандай сын болмайды серлігіңізге. Қанеки қолыңды жай дұға жасап, әйтпесе еріккеннен ендіңіз бе? Атаңызға Құран оқи алмасаңыз, атаңыздың басына келдіңіз бе? Дәл бүгін жырданғымыз сапырған күн, уызын қар өлеңнің татырған күн. Кәделі сөз айтайын еліне кеп,
мәделі майлы қожа ақылманның. Қараспанда қобыланды жортып өткен бұл жердің тарихына жақын бардым. Әмір темір кеткен соң қоныстанып, Темірланға беріпті атынлардың. Мұсабек Жаманғара Байбақпенен ертәнендей жауларын жапырған кім? Күш атасы Қажырлы Қажы Мұхан бабамның ерлігінен батылдандым. Әкім Ысқақ, Әбдіхалық, Ақын Сәбит бұл елде біледі ғой хақындар кім? Ең әуелі сіздерге сәлем бердім, сәлем бермей сөзімді мақұлдар кім? Армысың ордалы жұрт, ордабасы, ордасы ақындар мен батырлардың ай. Пақ шіркін неткен бейік талғамдарың, сіздерге үйіп берген Аллам бәрін. Өсіп өніп көбейіп жатыр екен Алланың қалауымен малжандарың. 60 жылдық тойларың құтты болсын, тектелім орындалып армандарың. Жаңа мектеп, жаңа жол, жаңа қадам, қалаймыз жақсылыққа жалғанғанын. Азаттық мерекесі қарсаңында азаттай қуантуда тарландарың. Жылдосындай жаңалық бола берсін, Алаштың қамын ойлап арландарың. Ағайын мың жасасын деп тілейміз, құлпырып қызғалдағың, сарғалдағың. Ажары сұлу қыздай ажарланып, базары тарқамаған аудандарың Нұреке әзіліме семіресіз, демеңіз Кермаралдай керілесіз. Әр ақынды көлікке ұқсатамын, ағайын олар жайлы не білесіз? Бегарысты БМВ деп ойлаймын, жарыссаңыз ілес алмай жеңілесіз. Кәриманы Тойота, Кәрим апам Тойота Камри ғой, озып кетсе поликті тебінесіз. Нұрматпенен Мұхтарың Лексус болар, оны қусаң суын қайнап төгілесіз. Қалижан мен Біржанның Мерседес қой, газды басса шаңына көмілесіз. Нұрбол інім гонкадан айнымайды, оның шыққан шығалмайсыз, өрінесіз. Ал Жансая жаңа шыққан джип секілді, онымен жарыспай-ақ шегінесіз. Ал енді Нұрлан ағам жайлы айтсам, стойкаға ұқсайсыз, көбінесіз. Көзі көк, беті сары, бөзі қызыл, сіз маған светофор боп көрінесіз. Қонағың тарқай қоймас есік барда, берген соң берекелі несіп талла. Светофорға берейін кезегімді, Нұрзатты ұзақ күтіп тосып қалма. Қызыл сары жасыл боп жарқырай бер, шоқтанған шабытыңды көсіп қалда. Ордабасы ауданының светіндей, әйтеуір жыпылықтап өшіп қалма. Мінезің өзгеріп тау байға барып, келгендей сөйлейсің ау айға барып. Светі өшіп қала береді деп, қайтесің бұлауданды айдалағып. Жарқыраған жарықты көрмедің бе, көздің жауын алатын чайына банық.
Бәлкім өшіп қалады арасында, оған бола кетпеші майдаланып. Туылғалы светің өшпегендей, сеніңкі Нұрзат қару қайбалалық. Әдетің жоқ еді ғой, айналайын айқайшу шығаратын тойға барып. Свет өшсе ұнайды жеңгелерге, ағалар мен басталар майдан анық. Бір үйде кем дегенде 5 бала бар, көбейіп жатыр дейсің қайда барып. Сен қайта бұл ауданға алғысыңды айт, бірлік үшін жүретін байрақ алып, қазаққа тынбай үлес қосып жүрген светтің де өшкенін пайдаланып ай. Дүрілдеп болған салдар, болған сері болған салдар, бойымда құрмаштардан қалған сән бар. Менің екі көзімді айтасыңдар, айты бір домбыраны қолға алсаңдар. Нұрланды светофорға теңеп отыр, мына қыздың қалшыңын аңғарсаңдар. Қалғандарын мына қыз көлік дейді, осыған болады ма таң қалсаңдар. Сол көлікті жүргізіп тоқтатпай ма, жол бойында жарқырап жанған шамдар. Сондықтан мен светофор бола алмаймын, астарын түсінерсің толғансаңдар. Сен қайта үлкендерді светофорде, ақыл айтар мансапқа малдансаңдар. Біз соларға тоқтаймыз, біз соларға қарап жүре береміз, бар болсаңдар. Мысалы әкім Ысқақ Қалымжандар, істеріне риза боп қалған шалдар. Ағмарал Сәбитсері Құрманәлі айтыстың майданында болған сардар. Бейсенбай мен Болаттар осында отыр, солардай болыңыздар, паң болсаңдар. Алдаспандай жарқырап тұратұғын, алдымызда отыр ғой бағдар шамдар ай. Жүйріктің қамшы басып сауырына, жігітің келмепті деп сауығыма, Нұрзатқа назымды айтып қалып едім. Нұрзатқа назымды айтып қалып едім. Жігітім келмепті деп ауылыма, жігітім келмепті деп ауылыма. Атаңның басына кеп отсың ба деп шафетті сөйлегендей жабылына. Ақпанның ақбораны тең келмейді бағайын мына қыздың дауылына. Құдайдың өзі қуат берсін деймін сенімен некелескен бауырыма. Жарды дұрыс таңдасақ айтып еді жалғанның келгеннен соң жарығына. Құранды өзің оқысаң болмай ма деп кімдердің салып отыр сарынына. Онсыз да күнде Құран оқып жүрмін қазақтың қажекеңдей тауылына. Жігітің осы тойға келгенде ғой, таным қосып кетер еді танымына. Кешенді көзбен көріп қайтар еді салынған қажекеңдей алыбыма. Күш атасы Қажымұқан жатқан жерден күш алып қайтар еді ауылына. Жүрегіне халықтың жақындаған, келіп отыр көптеген ақын балаң. Және де осы айтысты жүргізем деп тұрардай келіп отыр батыр балаң.
Тұрардың креслосы тамаш екен, ал біздің орындықты қатырмаған. Осыны байқап отыр шайырнақты, өлеңмен жеткізеді ойын нақты. Тұрар келсе қай жерге отырады деп ауданның басшылары уайымдапты. Орнынан тұра алмай қалатындай Тұрардың креслосын дайындапты. Қыз жігіт қалжыңдасып ойнай берсін, ойында астар барын ойлай берсін. Көлік ақындарды көлікке теңедің ғой, солай ма ойпырмая ойбай дерсің. Сен де бір көліксің ғой айналайын, екі фарың ерекше жайнай берсін. Тек паспорттың егесі моторыңды ай сайын апта сайын майлай берсін. Күз бітіп күн суытып бара жатыр, зимний балоныңды сайлай берсін. Жүргізушің көп мініп, тоздырсыншы ақыры ходовкыңда жайрай берсін. Басқа бір машинаны алып кетпей, шофырың күндіз түні айдай берсін. Көп екен көлік десе ес ауғандар, көп екен көлік десе осал жандар. Күні түні тоқтамай айдасын деп, Нұрзаттың шофырынан өш алмаңдар. Айдасын айдамасын өзі білет, біреудің көлігінде не шаруаң бар. Нұрекең өте биік самғайды екен, қанаты айтысқанда талмайды екен. Қажмұхан атам жайлы айтып қалдың, мен оны әлмен қарай жалғай кетем. Бұрында көп шаруаны молдас деді, молдалар заманының олдаскері. Тоқталсақ бұрынғы мен бүгінгіге, айырып аққарасын қолдаш мені. Бұрынғылар ұлына ертегі айтып, талапты болып балам таудас деді. Алпамыз қобланды мен ертөстіктің, істегенін ұрпағы жауғаш деді. Жыр терме дастан менен толғаудыңдап, қазы қарта жалжая жамбаш еді. Саумал шұбат сабадан қымыз ішіп, және де қымыздырық рауғаш еді. Ертегі тыңдап өскен соның бәрі, шетінен батыр еді, қолбаш еді. Ал енді бүгінгінің милар ашып, кола ішіп, кашадан таңғаш еді. Тиктокқа басым менен кіріп кеткен, ұл-қыздарға қарасаң жап-жастегі. Инстаграм деген еттің кесірінен қазақтың әйел түгіл дауластері. Фейсбуктан ақпарат іздейтұғын, бүгінгі ұрпағыңның маубас көбі. Қыз шешініп ұлдары сырға тағып, шайтанның ізін ерсе оңбас тегі. Пышақтап бірін-бірі атып шауып, қан шорпақ азғындықтың болдаскері. Осыны төле билер көрер болса, білмеймін нанар меді, нанбас беді. Ағайын ойланайық, толғанайық, шынында қынжылтады сол рас мені. Әр отбасы әр бесікке ие болайық, тәрбие тал бесіктен қонбас беді. Ертегілер оқытсақ еркелетпей, қырандай қияларға қонбас беді. Айтыспенен жыр терме тыңдат алсақ, оңбай тұрған ісіміз оңбас беді.
тағылымды тарихты оқыт алсақ, қажетіңнің орны толмас беді. Барлық ұлың қажымай қазіргідей, әрбір ұлың қажымұқан болмас беді. Ай! Қасымда Нұрлан деген ағам отыр, жанарын жанарыма қадап отыр. Әр айтыста жүретін сыйлық жасап, бұл кісі айтыстағы адал өкіл. Бір кездері мағанда сыйлық сыйлап, демеді әкең отыр, анаң отыр. Сахнада қатық беріп, қатырып ет, екеуміз салайық деп дара көбір. Одан кейін сүт сыйлап банкіменен, көңілім болып еді алақ отыр. Ағайын сенбесеңіз сұраңыздар, оған куә тұрардай балаң отыр. Сыйғасы sıra қабал демейді ме, мендағы салайыншы жаңа көпір. Сыйлығыңды сыйлықпен қайтарайын, көңілім сыйластықты қалап отыр. Жаңа кәмпет жегім кеп тұр деп едің ғой, ендеше жегізейін сәлар отыр. Қазалының кәмпетін ала келдім, қызың алыс беріске жарап отыр. Сол кәмпетті өзіңе ұсынайын, Нұрлан аға көз алмай қарап отыр. Қаласаң аузыңа сап сорып отыр, қаласаң тіліңменен жалап отыр. Дәл мынандай сыйлықты күтпеп едім, тауыққа тиіп жатыр тық дегенім. Мына қыз кәмпит бере бастады ғой, тура басып тұр мынау нүктелерін. Мен де бұған бір нәрсе ұсынайын, сыйласып отырғанды құт көремін. Бадамда бөрте дейтін сүт сабот бар, ағылып шығып жатыр сүт дегенің. Қаймақта бар, ірімшік басқа да бар, өнімін іздеп жейді жұрт дегенің. Сол бөртенің өнімін саған берем, дұрыс қой еңсеңізді тік дегенің. Сорсаң да жаласаң да өз еркіңде, мен саған бөрте дейтін құрт беремін ай. Сыйластық болып жатыр арасында, ақындардың біліңдер бағасында. Сыйлықты Нұрзатжанау алмастық қой, мен кәмпит, енді сен құрт сорасың ба? Айтқанымыз Нұрзатқа өтіп отыр, мына көлік Темірланға жетіп отыр. Шофырың айдай берсін деген едім, рушникке түскендей бекіп отыр. Айдаса айдамаса өзі білет, дедіден еткенде де нетіп отыр. Адамға жақсы тілек жақпайды екен. Мына қыз маған қарсы етіп отыр. Жүргізуші ертерек жөндемесе, бұл көліктің бір жері кетіп отыр. Бұл Ордабасы ауданында рух бар екен, батырлық баласына жұққан екен. Мәделі майлы қожа
Мұсабектен қарсы келген дұшпандар ыққан екен. Ал енді Нұралы мен көп байларым айтысқа шыққан сайын ұтқан екен. Кәрима Сәбитсері Құрманәлі балаңды бәрі дүлгі тұтқан екен. Нармахан Бегалыны кім білмейді, еңбектен биіктерге шыққан екен. Әкім Ысқақ ағамда бір төбе қой, өлеңнің ағуызын жұтқан екен. Көш басында жүретін ұлдың бәрі Ордабасы жерінен шыққан екен. Ай, биіктейтін беделің болсын, мың ғасырлық дерегің болсын, 60 жылдық тойларыңызға алтағабыз өлеңім болсын. Ай, ой, ән мен жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, Ордабасым. Көш атасы Қажымұқан жатқан, Нұралыда яқынды тапқан. Қырғызбайып ғұсымандарды абағайын етемін мақтан. Ай, ой, ән мен жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, Ордабасым. Нұрзат қару еңбегің артсын, қара сөзде сен де бұлақсың. Нұрзат қару бесігіңізді Қажымұқандар тербеліп жатсын. Ай, ой, ән мен жырдың мекені, сүйіп өтем бір сені, Ордабасым. Елдің жүгін арқаласыншы, көрерменім қол қаласыншы. Осы ауданда жыл сайын айтыс, көші шіркін тарқамасыншы. Ай, ой, ақындардың мекені, батырлардың мекені, сүйіп өтем бір сені, Ордабасым. Дүние байқап тұрсам шолақ екен, ақындар Темірланға қонақ екен. Дауысын көк аспанға шарықтатқан ағамның диапазоны жоғар екен. Сөзін емес даусына баға берсе, даусы жоқ ақындарға обал екен. Әніңіз құлақтан кіріп бойдалғандай, тыңдарманның көңілі толады екен. 62 тамырды шымырлатып, әсем әнің жүрекке қонады екен. Мынандай талантыңмен Нұрлан аға, өскенде әнші болсаң болады екен. Ағамыздың естіліп байтағаны бір ойын 2 мәрте қайталады. Түркістанда тұздалған қатық сыйлап, бар еді баяғыда шайқағаны. 2 литр сүт сыйлап сол айтыста, деп айтып ет көңілің жайқалады. Бірақта берген сүті ашып кетіп, пойызда біраз кісі айқалады. Қатығы да бұл
бұзылып сасып кетіп, иесі сол купеге жай тарады. Құрсилап отыр міне енді бүгін, әңгіме ұзарды ғой айтар әлі. Ал мен болсам отырмын кәмпит сыйлап, жеген адам көз жұмып жай қалады. Бұл кәмпит ашымайды, сасымайды, жесеңіз аузыңыздан май тамады. Ағайын көрдіңдер ғой осыдан ақ, кімнің кім екендігі байқалады. Қазақтың мен секілді келіндері әр нәрсені осылай тойтарады. Қаттысын жұмсақ қылып, есесіне ащысын тәтті қылып қайтарады. Кір жуып кіндігімді кескен күннен батырлар жырын тыңдап өскенмін мен. Алпамыз қобланды мен ертөстік боп, аңыз боп қай дұшпанға дес бердім мен. Қарагери, Қабанбай, Бөгенбайлар көбесін дұшпандардың тескен бірден. Есет сырым, Махамбет, Исатайлар ел барда шыққан емес естен мүлдем. Ағыбай баяндардың ақ найзасы жауының жүрегіне төстен кірген. Қарасай, Райымбек пен Наурызбайдың ерлігі шыққан емес естен мүлдем. Мұсабек, Жаманғара, Байбақ батыр қол бастап дәл осынау көшпен жүрген. Осы айтқан бабалардың арқасында азат боп қамытымды шешкенмін мен. Дұшпандардың өз соры өзіне ғой, қазақтың қайсарлығын кештеу білген. Осы менен сөзімді тәмәмдайын, енді ешкімнен қауым жоқ еш төндірген. Әйгілі батыр қазақ жасай берсін, айбыны ажалды да сескендірген. Жырыма ағам неге қапалансын, ағамнан бізге бүгін бата қалсын. Қош болып Нұрлан ағам осы менен, шаршаса үйіне барып жата қалсын. Айтысып арасында әнін шырқап, ақындық әншілікті қатар алсын. Ағатай осы менен қошаман бол, айтыстың ағиығы атанарсың. Айтпақшы тағы да бір кәмпитім бар, сен бүгін кәмпит кәбден қақаларсың. Оны дағы өзіңе ұсынайын, оған бола шықпасын қападаусың. Жаңа берген кәмпитті сен өзің жеп, мынаны әйеліңе апарарсың. Жырларым дариядай жылдамақсың, маған қайта қолыңды бұлғамақсың. Өскенде әнші болып кетесің деп, ағаңды әзіліңмен шыңдамақсың. Мына менің дауысым ештең емес, Қалижанның дауысын тыңдамапсың. Нұрзатау тілі жүрген шекерсің ғой, сен өзі бетерден деп бетерсің ғой. Жеңгеме деп тағы бір кәмпит бердің, осындайда Нұрланның көтерсін бой. Айналайын ақ көңілек, сен қандай ақ көңілсің Нұрзат қару, бір берсең бере береді екенсің ғой. Қол соғып қошемет жасап отырсаңыздар ардақты ағайын.